Бүгін премьер-министр Әлихан Смайловтың төрағалымен кезекті үкімет отырысы өтті. Онда нашақорлыққа және есірткі бизнеске қарсы күрестің 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспарының жобасы қаралды. Премьер-министр есірткінің таралу проблемасы барған сайын өршіп бара жатқанын айтты. Бүгінде синтетикалық есірткі жылдан жылға қолжетімді болып барады. Олар интернет, пошта арқылы және жасырын жерлер, анонимді электрондық төлемдер сияқты жаңа тәсілдермен таралуда. Бұл тәсілдердің бәрінде есірткіні сатушы мен тұтынушы арасындағы өзара бетпе-бет байланыс болмайды. Сол себепті қазір есірткі сатушылар мен тұтынушыларды құрықтау әлдеқайда қиын. Сондықтан Әлихан Смайлов есірткі айналымына байланысты ақша аударымдарына тыйым салу мәселесін пысықтауды тапсырды. Үкімет отырысында денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев таяу жылдары өңірлік және республикалық психикалық денсаулық сақтау орталықтарының материалдық-техникалық базасын жақсарту, тәуелділігі бар адамдарды емдеудің тиімділігін арттыру, сондай-ақ азаматтар арасында тәуелділікке қатысты ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу және салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі жұмыстардың жалғасып жатқанын айтты. Жалпы нашақорларды емдеу, оларды оңалту және әлеуметтік ортаға бейімдеу әдістемелерін жетілдіру қажет. Бұл орайда үздік халықаралық тәжірибелерді ескеру аса маңызды болмақ.